Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық зор байлық, заттың атын білдіретін сөздер. Балалар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Ауылда өстік, балалық шақта, біз деген бұрын спорттың ешбір білмедік түрін. Тек ойнап күліп, өскенді білдік, аязда тоңып, шілдеде күйдік. Ләңгіні тептік, асықты аттық, бәйгеге шаптық, қозылақ қуып, шөп шаптық малға. Шындықты солай ауылда әркім. Балалар, бұл өлең не туралы деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, ауыл туралы, е? Осы өлең арқылы автор не айтқысы келді деп ойлайсың? Ал енді осы өлеңге ат қойып көрейікші? Тамаша! Осы өлеңнен заттың атын білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қойып көріңдер. Жарайсыңдар оқушылар, ал енді ауылды бір еске түсірейік. Туған ел деп ұран салған қашанда, ата жауын қуған ер. Туған елдің ақпан жоқ мен үшін, мәңгілік көктем туған жер. Сәтен көйлек кигеніне мәз болып, жүруші еді-ау інілерім байғазап. Қымыз тінген киіз үйді шіркін жақсы көрмес қай қазақ. Жапырақтар күзетшідей мүлгіген, ауыл кеші қызық-ақ. Түн ішінде бара жатыр ай жортып, су бетінде тағасының ізі қап. Бидайдың бөртіп өнген дәніндей, сәмбі талдың бүршігі, жер шарындай айналады зырылдап қарт әжемнің ұршығы. Шықшы алдымнан әупілдеп, ауылымның ақ сабалақ күшігі. Ауылдан соң ауыл бар, қиырдан соң қиыры бар. Тыныштық бір таз өмірді көз алдың ап келер. Мүңіресе маңғаз момын сиырлар. Тентек құйын даламенен шапқылап, көне жолдың көтереді шаңын тік. Май айында сайрайдай кеп сайрайдай бөдене боп шыбындық. Найзағайы жарқ етіп сәуірдің, тамшы тамса күркеден тұмсығымды тыға түсіп пішенге. Шекпенімді бүркенем. Туған жердің айдын шалқар көлінде, өлеңіммен қазаттым көріп бедің киіз үйді, қымыз иісі аңқыған мен сол жерлік қазақпын. Балалар, сендер ауыл туралы бейнежазба тамашаладыңдар. Ауыл ол әр адамның ата тегінің бесігі, арқа сүйері, балалық шақтың мекені болып есептеледі. Ата мекенге деген сағыныш ол ауылдан басталады. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз, оқулықтарымыздағы екінші жаттығу дәптермен жұмыс жүргіземіз. Көп нүктенің орнына тиісті сұрақтарды қойып, сөздерді көшіріп жаз. Бұл жаттығуда сендерге сөздер берілген. Сендер бұл сөзге сұрақтар қоясыңдар. Мысалы, асық, не? Асық. Нелер? Асықтар. Бала деген сөзге бұл адам болғаннан кейін кім деген сұрақ қойылады. Кім? Бала. Кімдер? Балалар. Сендерге түсінікті болса, әрі қарай өздерің сұрақ қойып, осы сөздерді дәптерге көшіріп жазасыңдар. Келесі жаттығуымыз балалар. Үшінші жаттығу. Көп нүктенің орнына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер қойып оқы. Мысалы,
Кім дос, кімдер достар, кім іні, кімдер інілер. Дәл осылай сендер де сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Келесі жаттығу, 4-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті суреттерді қойып, өлеңді оқисыңдар. Жаратынның, оратынның, қазатынның, үгетіннің, жылатынның деген сөздер берілген. Мына суреттердің біреуін қойып, өлең құрастырасыңдар. Мысалы, жаратынның қарбыз, оратының өзің ойланып көр. Сабағымыздың соңын кері байланыс арқылы аяқтаймыз. Бүгінгі әдісіміз еркін микрофон әдісі. Бұл әдісте өз ойларыңды еркін жеткізесіңдер. Бүгін сабақ сендерге түсінікті болды ма? Қандай қызықты мәлімет алдыңдар, өз ойларыңмен айтасыңдар. Ал үй тапсырмасы 5-ші жаттығу 75-ші бетте. Сау болыңдар.